Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін біз осындай сеткі арқылы осындай логотип жасайтын боламыз. Ал кеттік. Логотип жасау үшін ең алдымен біз квадраттарды қойып аламыз. Линияларды қойып аламыз осылай. Қара түске бояймыз. И осыны алып бай көшіреміз. Alt Shift ұстап тұрамыз. Осылай барып шығады. 5 линия қойып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5 болды. Енді осыны бай Ctrl+S, Ctrl+F деймізді айналдырамыз. Осылай қойып қоямыз. Мінекей. Осыны да байына төмен қойып қоямыз. Енді давамызды байына қойып қоямыз. И енді осы жерде кругты аламыз. Мінекей, осылай қойып қоямыз. Заливкасын өшіріп тастаймыз. Ctrl+S, Ctrl+F деймізді төменге кішірейтіп қоямыз. Осы екеуін тағы белгілеймізді Alt кнопкасы ұстап тұрып, жоғарыға көтеріп қоямыз. Осы екеуін белгілеп аламыз да төменге қарай осылай қойып қоямыз. Осыны бұна жерге көшіріп қояйын пока. Енді осы жерден біз осыны белгілеп алып, осы инструментті алып, осылай белгілеп шығамыз. Мінекей. Мінекей достар. Осымен енді мына жерде осы инструмент таңдаймыз. Бір жағында бір қара жерейік. Қалып кеткен кемшіліктер болса, түзелетіп жүретін боламыз. Мұнда кемшіліктер бар екен. Мінекей достар. Енді осыны байынан Ctrl+S, Ctrl+F деймін. Белгілеп аламыз. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмыс дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.